Балаға кешірім сұратуды неше жастан бастап үйрету қажет? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен балаға кешірім сұратуға арналған негізгі әдіс-тәсілдерді ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Балаға кешірім сұратуды ерте жастан бастап үйрету қажет. 2 жастан бастап балаға кешірім сұраудың және оның маңыздылығын түсіндіруіңіз қажет. Ең бірінші басында бала біреудің ойыншығын алып алған үшін не үшін кешірім сұрағанын түсінбеуі мүмкін. Сондықтан балаға кешірім сұраудың маңыздылығын үйретуіміз қажет. Екінші, дұрыс кешірім сұрату. Кейбір адамдарға мысқылдап, күліп, немесе шынайы емес ниетпен кешірім сұрау ол адамды одан әрі ренжітуі мүмкін. Үшінші, үлгі көрсету. Ата-аналар да қателесетінін мойындауы қажет. Балаңыздан кешірім сұраңыз. Айқайлағаным үшін кешірім сұраймын. Және осы арқылы бала кішкентай балалардың ғана емес, үлкен адамдардың да қателесетінін түсінеді. Төртінші, жанашырлық таныту. Балам, сен Арманның қолын ауыртып қойдың. Қане, қарап көрші, оның қолына сен қатты зақым келтірдің бе деп баланың жанашырлық сезімін ояту. Сіздермен болған Әсем Нұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.